мысал ретінде қайтадан сол факториалға келеміз, енді қараңыздар, факториалды қалайша бұл жерде қолдана аламыз. Мен факториалдың атын факт деп қоя салайын. Факториал n деген сан үшін факториал есептеп жатыр, n деген сан мысалға 7 болатын болса, 7 факториал дегенді математикада қалай түсінсек болады? 7 факториал деген ол негізінен 1-ден 7-ге дейін деп айттық қой жаңа, немесе 2-ден 7-ге дейін деп айттық, бірақ одан оңайырақ жолы бар. 7 факториал дегеніміз бұл 7 саны көбейтілген 6 факториал деп айтуға бола ма? Мына жерде бүйтіп жазайыншы. Комментарийде 7 факториал бұл 7 көбейту 6 факториал десем, дұрыс бола ма? Әрине болады, бірақ бұл жерде бір нестыковка, қарама-қайшылық сияқты болуы мүмкін. Факториалды 7 факториал деген функцияны арқылы есептеу үшін бізге факториал деген функцияның өзін қолдану керек. 6 факториал үшін да, бірақ. Ал 6 факториал дегеніміз не? Бұл 6 көбейтілген 5 факториал деп алсақ бола ма? Солай азайтып кетуге болады ғой бізге. Сондықтан да енді мен мына жерде функцияның денесінде көрсетейін. Егер бізде санымыз, n деген санымыз 0-ге тең болатын болса, онда 1-ден жауап ретінде 1-ді қайтарсақ болады. Себебі математикада 0 факториал ол 1-ге тең. 0 факториал 0 емес. 0 факториал 1-ге тең, оны математиктерден сұрасаңыздар болады. Екінші жағдай емес, басқа жағдайлар. 0 емес болса, 1 болсын, 2 болсын, 3 болсын, басқа жағдайларда не істейміз? Басқа жағдайларда онда не қайтарамыз? Қандай жауап қайтарамыз? Қайтарамыз осы факториал деген функцияның қолдануын, бірақ бір сан азына қолданбаймыз ба? То есть бізде қараңыздар, n деген факториал 7 факториал табу үшін бізге 6 факториал табу керек емес па? Ал 6 факториал табу үшін осы функцияны шақырады да, ол қайтадан осы жеріне келіп 5 факториал тапқызады. Бірақ оны жай ғана өзін таппаймыз, n-нің өзіне көбейту арқылы. То есть менде мына жерде жазылған функциям алгоритм орындауда. То есть 7 факториал дегеніміз, міне 7, n деген бізде 7 ғой, көбейтілген 6 факториал. Көбейту факториал n-1, n деген 7, 7-1 6 болады, сонда факториал 6 болады. 7 көбейту факториал 6 болды да, мына қадамымыз жасалды. Ал мына факториал деген функция өз кезегінде қайтадан өзінің анықтамасына жүгінеді да, қайтадан мына тізбекті запускать етіп жібереді. Бұл жерге келген кезде ол мына жерге 6-ны қояды, 6 көбейту 5 факториал болады, 5 факториал қайтадан өзіне жүгіндіреді. То есть сөйтіп өзін қайта-қайта шақыру арқылы есепті шығаратын болады. Сонда мен қазір мына жерде print факториал функциясын қолданамын, 7 деген санға запуск бассам 5040 деп по-любому дұрыс есептеуде. Мен қазір енді сіздерге түсінікті болу үшін осы жерде сызба сызу арқылы көрсетейін. Енді қазір бұл факториал функциясы рекурсия арқылы қалай жүзеге асатынын көрейік. Бізде мынау функцияның денесінен шығамыз да, print факториал. Осы тұста бізде функциямыз факториал деген шақырылып отыр. Енді не істейміз? Мына жерде шақырылды. Функцияның өзіне барайық. Функцияның анықтамасына сәйкес 0 болса n саны бізде 1 деген жауап қайтарады. Бірақ бізде n қазір 0 емес, бізде 3. Сондықтан else-ға барамыз. Ал else-тағы ретурнға қарасақ, сол n саны көбейтілген факториал бір сан кемге, n-1-ге дейді. Сонда бізде n саны бізде 3-ке тең. Және көбейту факториал біреуге кемі дейді. Мысалы мен аяққа факт деген функция. Бірақ біреуге кемі ол 2 болады, дұрыс па? Сонда 3 факториал деген 3 көбейту 2 факториал болады. Мына факт 2 деген, то есть факториал деген функцияны тағы да шақыруда. Онда осы жерден біз қайтадан анықтамасына барайық. Анықтамасына сәйкес n бізде 0 болса дейді. Бізде n бұл жолы 2-ке тең. Қайтадан else-ға барамыз. Else-ға қарасақ, бізде қайтарылатын мән n көбейтілген n-1-дің факториалы. n бізде бұл жолы 2 болып тұр. 2 деп жазам. Және факториал бір санын кемітсек, ол не болады? 1 болады. Енді қарасақ, факториал деген функция тағы да шақырылып жатыр. Бірақ бұл жолы 1 деген сан үшін шақырылып жатыр. Анықтамасына барамыз.
n бізде 0 емес, бізде n қазір 1-ге тең. Қайттан else-қа барамыз. Else-қа қарасақ, return n көбейту факториал n-1 дейді. n-іміз бізде 1-ге тең. Көбейтілген факториалы бір сан кемітілгендегі n-1, 1-ден 1-ді алсақ 0 болады. Енді 0 болды. Енді факториал деген функцияны тағы да шақырамыз, бірақ бұл жолы 0 деген сан үшін шақырамыз. Енді анықтамасына кірсек, n бізде 0 болса, return 1 дейді. 1 деген мәнді қайтар дейді. Мына функция бізде қазір 1 деген жауапты қайтарады. Сонда мына 1-ді көбейтеміз алдында тұрған 1-ге. Жауабы 1 болады. Бірақ бұл жалпы жауап мына факториалдың жауабы болғандықтан мына жерге 1-ді қоямыз. Енді бұл жауап 1, алдында тұрған 2 мен көбейтіледі. 2 деген сан шығады. Бұл жауап 2 факториалдың жауабы. Сонда мына 2 факториал бізге 2-ні берді ғой. Енді оны 3-ке көбейтеміз да 6 шығады. Вот осы көбейтінді 6 жалпы 3 факториалдың бастамасында бізге берілген 3 санының факториалы. Сонда жауабы бізде 6 шығады екен. То есть өзін-өзі қайта-қайта шақыру арқылы осылайынша факториалға қатысты есептерді тез шығаруға мүмкіндік берді. Жалпы бізде рекурсия анықтамасында айтып өткендей, қайталап өзін-өзі қайта-қайта шақыратын функция, функцияның сондай бір әдісі. Жалпы рекурсия кез келген есептеулерді, алгоритмдерді жазу барысында қолдануға өте тиімді, көп проблемаларды тез шығаруға мүмкіндік беретін, скорость жағынан ұтуға көмектесетін бір әдіс. Бірақ дегенмен өте қуатты әдіс болғанымен бұның өзінің кемшіліктері бар. Кемшілігі жаңағыдай кейбір кездерде ол шексіз айналмаларға, шексіз циклдарға алып кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін біз рекурсиялық есептерді құрастыру барысында одан қалай шығып кететінімізді алдын ала ойластырып алуымыз керек. Жаңа алдындары біз while тақырыбын өткен кезде, while циклында біз while циклінің тоқтайтынын, қай жағдайда цикл while'дың бітетінін алдын ала ойластырып алу керек деген еді ғой. Сол сияқты рекурсия жазған кезде біз қалай тоқтайтынымызды алдын ала көрсетіп алу керекпіз. Мысалға біз мына жерде if n тең 0, 0-ге тең болатын болса, онда return 1, то есть мына қайтарым өзін-өзі шақырмайды. Бұл тупик болып саналады да, то есть рекурсия функциясының қай кезде тоқтайтынын біз алдын ала ойластырып, осылай жазуды үйрену керекпіз. Енді алдағы уақыттарда мынау сайтымыздағы басқа да есептердің рекурсияға арналған есептер бар арнайы, соларды шығару арқылы тағы да жаттығатын боламыз.